көре алмаушылық. Алла тағала адам баласына көп мінез берген. Олардың жақсысы да, жаманы да бар. Мұсылманның міндеті солардың жақсысын дамытып, жаманын бойынан аластату. Ал адам қанында айналып жүретін ең жексұрын мінездің бірі көре алмаушылық. Қызғаншақтық, күншілдік те осымен ағайындас мінездер. Бұлар көбінесе ішіне шынашақ айналмайтын іштарлықтан келіп туындайды. Кейде біреуге мал бітсе, біреудің аты озса, үйіне береке кірсе, айдалада жүрген екінші адам соларды көре алмай, өзінен өзі қиналып күйіп пісіп жатады. Бұл мінездің шариғатымыздағы үкімі харам. Негізінде бұл мінез әр адамның табиғатында кездесуі ықтимал, алайда онымен күресіп, бойынан аластатқандар да, оған бой алдырып, құлына айналғандар да болады. Бұл мінезді көбінесе иманы әлсіз, көркем мінезден жұрдай, Алла тағаланың өзіне берген нығметтерін сезбейтін, өзгелердің қолындағыға аузының су құрып қарайтын жандардан байқаймыз. Ал ақиқатына қарасақ, Алла тағала нығметті өзі қалаған құлына береді. Қаламаса, бергенін алып қояды. Сондықтан көре алмау мінезі Аллаға разы болмаудың бір белгісі іспеттес. Дүние мүлікті өзгеге бердің, маған бермедің деген секілді, Алланы жазғырудың да бір көрінісі. Бұл бір. Екіншіден, іштарлықтан құтылғысы келген жан, өзі қызыққан адамға әр түрлі нығметтері болмай қалсын деп емес, керісінше көбірек болсын деп дұға еткені дұрыс. Үшіншіден, соншалықты жан тәнімізбен Алладан дүние мүлік, байлық тілейтіндей, оның келешегімізге, екі өмірімізге пайдасы бар ма жоқ па? Ол жағы белгісіз. Міне осы секілді мәселелер ескерілуі керек. Көре алмаушылық ең алдымен сондай мінезге ие адамның өзіне зиян. Өйткені ондайлар жұрт секілді қуана да алмайды. Жүректерінің түбінде мұң жүреді, жұмыстары да тапсыз, өнбейді. Сөйтіп жүріп жүрек ауруына душар болады. Қысқасы, бұл мінезге ие адамдардан жақсылықтың бәрі қашады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадис шәріптерінің бірінде көре алмаушылықтан сақтаныңдар. Ол сендердің сауапты істеріңді оттың отынды жалмайтынындай жойып жібереді деген. Құрғақ отынға от тиіп кетсе, оның аз ғана уақытта түгі қалмай шытырлап жанып кететінін бәріміз білеміз. Ендеше, іштегі жеміт мінезіміз бойымыздағы жақсылық атаулыны дәл солай жалмап тынуы да ықтимал. Күншілдігі бар адам, өсекті де, өтірікті де судай сапырғыш келеді. Адамдардың арасына да оп-оңай от салудан да тайынбайды. Өзге де кесір-кесапаттарды жасай береді. Бәрінен сорақысы сол, көре алмаушылық пен күншілдік иманның да қас дұшпаны. Әз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінің тағы бірінде, бір құлдың жүрегіне күншілдік пен иман қатары сыйыспайды деген. Ертең жаратушы иеміздің алдында есеп беруге жиналып тұрғанымызда, қабәт деген ай, түк қалдырмай түгел жалмап кетті-ау деп осы мінезді қанша қарғасақ та, ол кезде бәрі де кеш болады. Сондықтан осы бастан бұл кесірлі мінезбен күрескен дұрыс. Бұл мінездің адамдар арасында кеңінен жайылуына ең алдымен лағнет атқыр шайтан себеп болады. Сонау адам атамыздың дәуірінен бері шайтан бұл істі кәсіп етіп келеді. Тарихқа бір сәт үңіліп көрейікші. Бірде адам атамыз Абыл мен Қабыл атты екі ұлына Алла ризалығы үшін құрбан шалуды бұйырады. Абыл шопан еді. Ол бір қой шалады. Қабыл егінші еді. Ол бір құшақ бидай құрбан етеді. Сонда Алла тағала Абылдың құрбанын Қабыл алады. Міне сол кезде шайтанның түрткілеуімен Қабылдың қызғанышы мен күншілдігі қозды. Жанын қоярға жер таппай долданды. Ақыры тұла бойын өшпенділіктің оты өртеп, жазықсыз Абылды өз қолымен өлтіріп тынды. Осылайша жер бетінде алғаш рет қан төгілді. Ислам тарихы міне осындай сыр шертеді. Ендеше
жер бетіндегі алғашқы зұлымдықтың себебі осы көре алмаушылық. Қасиетті Құранда жаратқан мақұлқаттарының кесірінен, қараңғылық қаптаған түннің кесірінен, түйіншектерге дем салатын жәдігөйлердің кесірінен және күншілдердің күндеген кездегі кесірінен арайлы таңның Раббысы Алла Тағалаға сыйынып пана тілеу жайлы Фәлақ деген арнайы сүре бар. Байқап отырсаңыз, күншілдердің кесірі небір ауыр кесапаттардың қатарында аталып тұр. Мұсылман адамның өзі мұндай кесірдің маңына да жуымағаны дұрыс. Ойпырмай, көре алмау деген неткен оңбаған мінез, күншіл адам Алланың алдына қай бетімен барады деп, өзімізді көбірек қайрап, ондай мінезді табиғатымыздан аластатудың қамын жасауымыз керек. Мендегі жоқ дүние өзгеде де болмасын, мендегі жоқ денсаулық өзгеде де болмасын, менде болмаған мүмкіндіктер өзгеде де болмасын деген көңіл тарлық мінездер еш уақытта адамға опа бермеген. Абай хакім өзінің 14-ші қара сөзінде былай дейді: 5 күндік өмірің бар ма, жоқ па? Біріңе бірің қонақ екенсің, өзің де дүниеге қонақ екенсің. Біреудің білгендігіне білместігін таластырып, біреудің бағына, малына күндестік қылып, я көрсеғзарлық қылып, көз алартыспақ лайық па? Тілеуді Құдайдан тілеймін. Пендеден тілеп, өз бетімен еңбегімді жандыр демей, пәленшенікін әпер демек, ол Құдайға айтарлық сөз бе? Өзіміз еңбектенбей, Алла Тағалаға өзгенің малын әпер деп тілеу нағыз арсыз мінез. Сөз соңында айтармыз: көре алмаушылық та кесел. Оны емдеу керек. Емдеудің жолы исламға бет бұру, көбірек құлшылық жасау, дұға ету, күнәларымызға кешірім тілеп шынайы тәубе ету, міндетті түрде өзгелерден артық болғымыз келсе, тақуалығымызбен, көркем мінезімізбен артық болуға тырысқанымыз жөн.